Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қазіргі уақытта хит болып жатқан шоколадный сметанник жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен ерітілген сары май және жұмыртқа қажет. Екеуін араластырып жібереміз. Кейін оның үстіне 3 шай қасық шекер қосамыз. Бір-бір араластырамыз. Кейін оның үстіне тағы да 1 шай қасық разрыхитель, яғни қопсытқыш қосамыз. Разрыхительді араластырғаннан кейін тағы да бірнеше бөліктерге бөліп ұн қосамыз. Масса біркелкі болып шыққанша іртік-іртік етіп қалдырмай жақсылап араластырамыз. Оның барлығын қосып, қолдың көмегіне жүгініп, жақсылап жұмсақ етіп қамырилеп шығамыз. Қолға жабыспайтындай болып, біздің қамырымыз әдемі дайын болып шықты. Енді дайын болған қамырымызды салмамыз дайын болам дегенше холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен шоколад пен сары май қажет. Оны микроволновкаға ерітеміз. Ерітіп жатқан кезде жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Кейін оның үстіне ерітілген шоколадымызды құйып, тағы да барлығын араластырамыз. Барлық сұйық массалықтарымызды араластырдық. Енді оның үстіне сметанамызды, яғни қаймағымызды салып араластырамыз. Қыздар, қаймақтарыңыз 15 немесе 20% болса жақсы болады, ал егер 10% болса, ол сұйық болып, өз формасын дұрыс ұстамай қалады. Араластырғаннан кейін үстіне 1 чайный ложка какао ұнтағын қосамыз. Кейін оны да жақсылап араластырып жібереміз. Начинкамыз дайын болды. Видеода көрсетілгенде қоймалы жың әдемі масса шықты. Енді формамызға бағана холодильникке салып қойған тестамызды жақсылап орналастырып шығамыз. Тестаны формаларыңызға біркелкі және тегіс орналастыруға тырысыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз піскен кезде әдемі болып көрінетін болады. Тестамызды формамызға жақсылап орналастырдық. Енді начинкасын құятын боламыз. Начинканы құйып болғаннан кейін ыдыстарыңызды бір-бір тегістеп қозғалтып жіберіңіздер. Сол кезде беті тегіс болып шығатын болады. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды және піскеннен кейін оны суытып 2-3 сағатқа холодильникке қойып алыңыздар. Сол кезде ол өз формасын сақтап, әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.